Айнұрапке, Камшытапке қалайсыздар? Мен бүгін отзывыммен бөлісейін. Мен Чимкентке барып диагностикаға түсіп келдім. Алдында да диагностикаға түскен. Маған уже осы кистаны шығып жатқанына женскийні 3-ші мәрте. Үлкен болып өсіп кетеді. 6-7, даже 7-ден де асып кетті, по-моему, кейінгі бір неғам. Операция 2 мәрте жасаттым. Біріншісін осы Қаратауға жасаттым. Еркебұлан деген бар, бізде Жаңатаста. Еркебұлан деген кісі, гинеколог, сол кісі жасады. Біріншімде тоже өсіп кеткен, әбжептеуір болып. Сөйтіп, ол кезде трубкаммен яичнигімді қосалып тастады. Осы кистаның арқасында. Екінші Таразға жасаттым. Ол кезде де тоже қайтадан шықты, қайтадан ол өсіп кетті. Ол қанша рассасывающий өтетін уколдар алдым, кетпеді. Сонымен қайтадан операцияға жүгіндік. Сөйтіп, қайтадан операция жасатып, екінші жағымды алатын кезде маған полный маткаңмен қосып алып тастаймыз деді. Сөйтіп, жолдасымыз екеуміз жалынып жүріп, қалдырыңыз, бізде әлі 2 бала, тағы да балалы болғымыз келеді деп жүріп, сонымен қалдырған. Сол қалдырған жерден қайтадан енді тағы киста шығып кеткен. Мынандай болып. Дәу көптен кәдімгідей. Сонымен уже 3-ші мәрте операцияға баруға желание жоқ. Шыны керек, қайтатып шаққа түсуде оңай емес. Ішіңнің бәрі спайка болады, ауырасың, бала шағаң ол бар. Бір өлімнен қаласың операцияға түссең. Сөйтіп жүріп, осы спирулина жайлы, жаңағы уже меренхилс жайлы, авы жайлы, осы не жайлы, меренхилстың өнімдері жайлы ести бастадым. Сонымен Айнұрапкеден естіп қалдым бір күні. Ата-аналар группасына салды, сонымен бар ма деп сразу мен алдым. Мен қай уақытта түсіп келдім, мына тура неге түсіп кеттім. Ораза кезінде, по-моему, 20.03.2023-те түсіп келдім. Сөйтіп, содан ішіп бастадым. Сразу келдім дағын, аваны алдым, спирулинаны алып іштім. Спирулинаны мен толықтай алуға шамам келмеді. Сөйттім дағын 10 мың теңгеге 200 штук алдым. Кейінен тағы 10 мың теңгеге 200 штук алдым. 400 штук іштім сонда мен. И бүгін нәтижеге бардым ғой. Бүгін нәтижеге барсам менде бәрі кеткен, жақсы, күшті деді. Не үшін келдіз деді. И не деді. Миомам кішірейген, прям андай. Миома сияқты деді, бірақ миома емес, миома болмауы да мүмкін деді. И матканың аузында кішкентай, матка емес, шейка матки. Кішкентай майда түйіршік кисталар бар деді. Ол қорқынышты емес деді. Консультация гинеколога деп жазып берді енді. И мен сол алдыңға барған кезімде бұл киста неден шыға береді? Гормондар дұрыс болмағандықтан. Именно мынау щитовидный железа дұрыс болмағандықтан шыға береді деді. Сөйтті дағыны щитовидный железаға түсіңізші деп гинеколог маған сол жаңағы диагностикада айтты. Сөйтіп, сол жерде түстім. Ол жерде түскенімде менде мынандай киста шықты тамағымнан. Еще менде өз жасыма сай емес екен. Мынау нем, щитовидный железам кішкентай екен. Енді бүгін барып түстім. Ол неден қалмаған, мәна кішкентай нелер қалған. Кисталар қалған. Ол қорқынышты емес деді. И прямо анау нелерім кәдімгідей өскен. Мынау қалқанша бездерім объем үлкейген. Мына жерде менде бүгінде алдыңғы бергенде менде объемы 3,5 деп берсе, бұлайын көрсетем қазір сіздерге. 3,5 деп берсе, бүгін уже 5,3 деп тұр. И мынау оң жағым да үлкейген, сол жағым да үлкейген. Жалпы структурасы да үлкейген. Жалпы структурасы менде мына жерде 7,1, мына жақта 3,6, мына жақта болса уже 4,5. Өзімнің жасыма сәйкес болып өзгерген. И мына жерде кішкентай майда шүйделер қана қалған. Менің таң қалғаны мынау. Мына кистаның бүгін вообще түк табылмады менен.
осы киста жоқ. Прям анау нені вагинальный салып тұрып, ары бері бұрап, еще прям ауыртып тұрып, ары бері көрді, жоқ сіз деп таза деп сөйтіп не алды, не үшін келдіңіз деп. И мынау менде алдыңғы берген заключениесі, мынау дәрі дәрмектері сол уақытта берген. Бұл дәрі дәрмекті алса, мен қайда 100 мыңның үстіне шығып кетем. 10 күннен кейін ауыстырасыз, ананы 10 күн істесін, мынаны 10 күн салдырасыз деп берген.